Саламатсыздар ма балалар? Бүгін жаңа сабақ өтеміз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тоқу өнері, ілмек бізбен тоқу тәсілдері мен техникалары. Сабағымыздың оқу мақсаты әлем және қазақ ұлттық мәдениетіндегі өнер, қолөнер мен дизайн туындыларының ерекшеліктері туралы білімі мен түсінігін көрсету. Сабағымыздың мақсаты халқымыздың ұмытылып бара жатқан мәдени мұрасы, тоқыма өнерін жаңғырту және халқымыздың ежелден келе жатқан көне де ізгі дәстүрлі арқылы қазіргі заманымызға лайықты сапа түр беріп, сәндік қол өнерді дамыту. Бағалау критерийлері. Тоқу өнерінің түрлерін біледі оқушылар. Қазақ және әлем мәдениетіндегі ілмек пен тоқу өнерінің ерекшеліктерін қарастырады. Дескриптор. Артық бұйымды ажырата алады. Сабағымыздың міндеті білімділік, оқушылардың бисер тоқудағы білімін жүйелендіру, шеберлік деңгейін арттыру, ілмекпен тоқудың әдіс тәсілдерін терең меңгерту. Дамытушылық, теориялық білімдерін сарамандық жұмыста пайдалана білу, оқушыларды өз бетінше ізденуге дағдыландыру, олардың ой өрісін дамыту. Тәрбиелік міндетіміз оқушылардың эстетикалық талғамын арттыру, әдемілікке, шеберлікке, ұқыптылыққа тәрбиелеу, еңбек сүйгіштікке, іске деген қызығушылығын сезімін ояту. Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тоқу өнеріне сендерге қысқаша мағлұмат беріп кетейік. Тоқу өнері қазақ халқының ежелден келе жатқан ең алғаш киімі мен үй жабдығының негізі болған қасиетті өнері. Ең алғаш тоқылған киімдерді Рим, Грециядан археологтар тапқан. 17-18 ғасырларда тоқымамен тек ер адамдар айналысқан екен. 1589 жылы бірінші тоқыма машинасын гальвертондық Уильям Ли жасады. Ол Руан қаласына келіп, өзінің механикалық цехын ашты. Тоқу өнері сәндік қолданбалы өнердің бір түрі. Қолмен тоқылған бұйымдар өзгешелігімен, даралығымен ерекшеленеді. Тоқу нағыз өнермен ұштасып қана қоймай, өмірде өзіндік стильге ие болуға мүмкіндік береді. Енді біздің оқушылар сендерге мен жаңа ілмек пен тоқу тәсілдерін көрсетем дедім. Мына суретте бізде суретте бейнеленген қалай тоқу керекті, жіпті қалай ұстау керек екені, ілмекті қалай ұстау керек екені көрсетілген. Бірінші біз тоқу үшін бос шалу тізбегі бұйымның төмендегі шетін құрайды. Тоқуды бұрғанда, яғни бір қатардан екінші қатарға өткенде өрнек тоқығанда қолданады бос шалуды. Содан соң шалмасыз бағанша беті тегіс шығу үшін көптеген өрнектерді қолданылады. Ілмек бізді тізбек ілмегі арқылы тартып шығарады. Ілмек бізде екі ілмек пайда болады. Жұмысшы жіпті іліп алып, енді екі ілмектен тартып шығарып отырамыз. Мына астындағы суретте сендерде көрсетілген қалай ұстау керек екенін, мына бос шалуды көрсеткен бірінші, екінші суретте, содан кейін шалмасыз, төртінші, бесінші суреттерде шалмасыз бағаншаны бейнеленген. Шалмалы бағанша дегеніміз, ілмек бізге шалма тастап, бізді тізбек ілмегінде өткізіп, жұмысшы жіпті іліп, тізбектің ілмегі арқылы тартады. Ілмек біздегі ілмек пен шалуды жұмысшы жіпті ілмек бізге тастап, оны ілмек арқылы тартып шығарып байлайды. Содан жұмысшы жіпті ілмек біздегі екі ілмек арқылы тартып шығарады. Мына бұл жерде сендерде көрсетілген есте біз тоқылған кезде есте сақтауымыз керек екен. Ілгек біз жіптің қалыңдығы 2-2,5 есе жуан болу керек екен. Ілгек бізіміз жіптің қалыңдығынан 2-2,5 есе жуан болу керек екен. Ілгек бізбен тоқудың негізгі элементтері орындау техникасына жерде көрсетілген. Бастапқы шалуды жасау, екінші суретте жартылай бағанша, содан кейінгі суретте шалмасыз бағанша, төртінші суретте шалмалы бағаншаны бейнелеген көрсеткен. Ілмек біздің түрлері.
Мына жерде илмек биздин түрлөрүн сендерге мен толук көрсөтүп отурмун. Булардын да илмек биздердин де өлчөмдери болады, калың жубандыгы болады. Мына жерде көрсөтүлген илмек бизде. Biz жұмыс істердің алдында сарамандық жұмысты бастамас бұрын қауіпсіздік ережесін сақтауымыз керек. Инені ауызға салмау керек. Ilmekті киімге қадауға болмайды. Қайшыны ашық тастамау керек. Қайшыны жолдасыңа үшкір жағымен берме. Жұмыс соңында орныңды тазалап кетуіміз керек екен. Жұмыс соңында. Ilmek бізбен тоқу әдістері. Мына суретте илмек бізбен тоқу әдістерін сендерге анық қылып көрсетіп отырмын. Мына қалай бірінші буш шалу деді, шалмасыз бағанша деді. Мына жерде бәрін көрсеткен, қалай тоқу керек екенін. Осы бойынша жұмыс істейміз. Рефлексия. Бүгінгі біз сабағымызда нені үйрендім, маған не қиын болды, не күрделі болды, мен енді нені үйренгім келеді. Осы рефлексияға сендер өздерің үйде жауабын жазасыңдар. Нені үйрендің? Сендерге бұл сабақта не қиын болды? Не қиындық күрделі болды? Содан кейін енді не үйренгілерің келеді? Соны жазасыңдар, толтырасыңдар. Бізде бүгінгі сабағымызда пайдалы кеңестерді мен сендерге айтып өтейін. Егер де сіз орамда тұрған жіптерді алған болсаңыз, мысалы сендер базардан жіп алған кезде орамда болады, сол жіптерді қалай не қылуға болады? Екі орындықты қойып, оның бас жағына ораманы кигізіп, орындықты қаттырақ тартып, кез келген затқа жіпті орап алуға болады екен. Мысалы сендер жаңағыдай жіпті дөңгелек қылу үшін кез келген жіпті орауға болады екен. Сонда тоқыма жіп шатаспайды. Тоқыма тоқуды бастамас бұрын алдын ала кішкене үлгісін тоқып алуымыз керек. Егер де бірінші қатар тығыз тоқылған болса, онда ilmek біздің жуан түрін таңдауымыз керек. Бүгінгі сабақты үйге сендерге тапсырмамен берейін. Ilmek бізбен шашқа тағатын бұйымдарды тоқып, әртүрлі түсті тастармен әшекейлеу. Назарларыңа рахмет, оқушылар. Сау болыңдар.